Сәлем достар, сабағымызды Canva приложениесі арқылы тойға арналған фото шақыруды үйренуден бастаймыз. Ол үшін бізге Canva приложениесі керек. Оны біз Play Market'тен немесе App Store'дан телефонымызға жүктеп алуымызға болады. Енді мен приложениеге кірдім. Осының ішінде фото шақыруға арналған форматты өзімізге таңдаймыз. Яғни объявление деген форматты таңдаймын. Создать пустой дегенді басамын. Поискке барып, пригласители на свадьбу деп жазсаңыздар болады. Бізге осы приложениедегі түрлі фото шақыруға арналған шаблондарды көрсетеді. Бұл жерде платные да бар, тегіні де бар. Мен енді платный версиясын пайдаланатын болғандықтан қазір осы жерде әдемісін таңдайын. Мысалы, мынаны таңдауға болады. Біз мына бетіндегі жазулардың барлығын өшіріп тастаймыз. Өйткені қазір қазақ тілінде текстімізді жазып бастаймыз. Енді мына текст дегеннің үстін басып, добавить текстовое поле дегенге барамыз. Өзіміздің сөзімізді жазайық. Құрметті қонақтар, мына төрт жаққа қарап тұрған стрелканы басып, дөңгелек осымен көтерсек болады жазуымызды. Мына жерде адамның аттарын өшіріп тастайын, оны бөлек жазып алайын. Себебі бізге қазір оны басқаша шрифтпен жазу керек болады. Енді тағы бір айта кетейін, мынаның үстінен басып тұрып, мына карандаш, одан кейін плюстың үстін бассаңыздар, біздің жазуымызды көшіреді. Енді мына жерге үйленетін жігіт пен қыздың атын жазайық. Осылай жазып алайық. Енді тағы да плюстың үстін басып тұрып, келесі текстімізді жазамыз. Осылай тартайық. Мынаны да сәл үйтейік. Бірдей алайық бәрін. Шақырамыз. Енді тағы да көшіріп, астына түсіріп, мекен жайын жазамыз. Мейрамхананың атын жазайық. Тағы да көшіріп, астына уақытын жазайық. Және той иелері. Той иелерін жазып жіберейік.
Нұржан. Астына түсірейік. Жерде сағатын жазып жіберейік, тойдың болатын уақытын. Енді бұлардың шрифтті өзгертеміз. Әдемі шрифтпен жазайық. Мысалы, мыналарды үлкейтіп, қазір мекен-жай. Так, той иелері дегенді бөлек жазайық осылай. Әдемі шрифтпен. Және де той иелері дегенде аралары өте алшақ болып кеткен екен. Сол үшін біз интервалдардың арасын жақындатамыз. Мына жерде межбуквенный интервал және расстояние между строками дейді. Расстояние между строками дегенді солға қарай жылжытамыз, сол кезде аралар жақындайды. Мына жерде біздің әріптерімізді сәл үлкейіп кеткен екен. Осыны кішірейтеміз. Енді мына жерде үйленетін қыз бен жігіттің аттарында өзгертейік. Бізде мына жерде әріптеріміз өте үлкейіп кетіпті. Олардың бәрін кішірейтейік. Мына бір нүктені басып тұрып, осылай кішірейтеміз. Алғашқы кезде сәл қолымыз үйреніскенше осылай кішкене қиындау болады. Ондай қатты қиын емес. Тез меңгеріп кететін өте ыңғайлы приложение деп айта аламын. Сәл ретке келтірдік жазуларымызды. Енді шрифттердің түсін өзгертейік. Ол үшін әріптердің жазулардың үстін басып тұрып, басамызды мына жерде цвет деген таңдаймыз. Бізге түрлі түстерді мына жерде өзі приложение көрсетіп тұрады. Жасылмен жазайық. Мынаны да той иелеріне жасыл түспен бояйық. Және мына құрметті қонақтар деген жазуларды қазір сұры түспен жазуға болады. Бұл өте ашықтау екен, сондықтан да біз өзгертіп алуымызға болады. Мысалы, міне осындай түске сәл қоңырлау қылып және мыналарда ашықтау болып тұр екен, соны да өзгертуімізге болады. Түстің үстін басып осындай қылып алайық. Шақыру билетіміз дайын. Енді мына жердегі мысалы мынау гүлдердің үстін бассаңыздар, бұлар бәрін орындарын ауыстыруға болады. Енді билетімізді, шақыру билетімізді жүктеп алайық. Мына жоғарға қарап тұрған стрелканы бассақ, скачать дейміз. Мына жерде тип файла өзі приложение
ұсынады, яғни рекомендация береді бізге. PNG форматта рекомендуемый файл болып тұр. Мына стрелканың үстін бассаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы файлдарды көрсетіп тұр. Сонымен скачать етіп алуыңызға болады. Мынаны соңына дейін апарып қоямыз. Скачать дейміз. Шақыру билетіміз галереяға жүктеледі. Міне бізде осындай билет дайын болды.